Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай восточный пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі ұнымызды ұн илегіштерінің көмегімен өткізіп аламыз. Содан соң разрыхителімізді салып, сармаймызды майда етіп үгітіп аламыз. Ұн тәріздес болғанша, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай болуы керек. Содан соң кішкене тұз және де қаймағымызды және де бір жұмыртқамызды салып, ең әуелі қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ әдемі қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамырымызды барлығы біркелкі болғанша әдемілеп қамырымызды илеп, арнайы пакетімізге салып 15-20 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. 15-20 минут өткен соң қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір үлкен және де бір кіші, бір жағын үлкен қыламыз. Оны біз астыңғы бөлігі болады, кіші бізде жаңағы бетіндегі бөлігі болады. Енді астыңғы бөлігін орташа етіп жайып шығамыз. Қалыңда болмау керек, жұқада болмау керек. Орташа етіп жайып, менде 24 сантиметрлік форманың ішіне жайғастырамыз. Шетіне бортик шығарамыз. Себебі қазір біз ішіне салмасын салатын боламыз. Сол себепті шетіне бортик саламыз. Бізде салмасына майда етілген жаңғақ және курагами мейізді майда етіп турап шықтым. Бір ас қасық балымызды салып, барлығын біркелкі болғанша араластырып, дайындап формамызға салып аламыз. Енді біз меренгасын жасайтын боламыз. Бізге меренгаға жұмыртқаның ақуызы және де қантымызды аз-аздан сала отырып, 4-5 минут көлемінде плотный масса болғанша миксерлейміз. Бізде сонда меренгамыз қою, әдемі болып шығады. Біздің ыдысымыз, миксеріміздің венчигі құрғақ, таза болу керек. Сонда бізде меренга жақсы шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Енді меренгасын құйып шығатын боламыз бетіне. Содан соң қамырымыздың екінші бөлігінде дәл солай жайып шығатын боламыз. Орташа етіп қамырымызды жайып, енді бетін жабатын боламыз. Орташа етіп жайып аламыз. Содан соң бетіне мұқият қараңыздар, шет-шеті ашылып кетпеу керек. Егер біздің қамырымыз ашылатын болса, бетіндегі ақ меренгасы ағып кететін болады. Сол себепті екінші қамырды қойған соң шетін өте мұқият болып жауып шықсыңыздар. Осылай қысып, әдемілеп барлығын жауып шығыңыздар. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Ары қарай өзіңіздің қалауыңызша мен күнжіт септім. Күнжіт сепсеңіздер де, сеппесеңіздер де болады. Барлығын әдемілеп салып, қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Толық рецепттің барлығын описанияға қалдырдым. Міндетті түрде кіріп қарап жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, өйткені өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған ләззат баршаңызға ас болсын.